Елімізде 9 қаңтардан бастап автокөліктерге жаңа нөмірлер беріле бастағанда, арада аз уақыт өтсе де мемлекеттік белгілерді алушылардың саны облысымызда бүгінгі таңда 800-ге жетіп үлгерген. Облыстық жол полициясы басқармасы тіркеу және емтихан алу бөлімінің бастығы Жанболат Жаншиннің айтуынша, нөмірлерді ауыстыру бірер сағатта жүзеге асатын көрінеді. Ол үшін көлік жүргізушісінің үй кітапшасы мен арызы қажет. Сондай-ақ темір тұлпардың двигателі де тексерілмек. Бұрынғы ескі мемлекеттік нөмірлер уақытша ауыстырылмайды. Ескі жаңа беріліп жатқан мемлекеттік нөмірлерді біздер автокөліктерді тіркеу уақытында бір-бірімен алыс-беріс кезінде сол уақыттарды тек ауыстыра береміз. Бұлай ешқандай да талап қойылмайды. Мемлекетті нөмірді, мемлекеттік белгілерді ауыстырудан кейін талап болмайды ондай. Сондықтан да біздің айтатынымыз халыққа ешқандай да асығы, сүсігі нөмірді ауыстыру керек деген ондай ешқандай да бізден ешқандай талап қойылмайды. Сондықтан да асықпай ауыстыра берулеріне болады. Әзірге еліміздегі көлік жүргізушілерінің толыққанды жаңа үлгідегі мемлекеттік нөмірді алып үлгеру уақытына шектеу қойылмаған. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Қалитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.